Өзі ертіп, өзі етеді дейді қатып оны. Иә, ол өзі ертеді, өзі қатады, бірақ мына жерде, мынаның ішінде ана жаңа қататын несі бар ғой, сол қататын испарительінің ағып кететін ары қарай жолы бар да, суының. Ол да бітеледі да бір себептермен. Ішінде әртүрлі жаңағындай нелер бар ғой, мынаның ішінде пластмастар болады, зат болады, ішінде тен болады бұда. Тен еріткеннен кейін манағы элементтер оларда балқиды да, содан кейін жаңа тесікке барып бітеліп қалса, мынаның ішіне ағатын болады суда. Содан ішінен аққаннан кейін мына жерде жаңағы айтқандай мына жерден тұрба жүріп жатыр. Жылы тұрба да. Мына новый холодильниктерді бүйтіп ұстасаң, жып-жылы болып тұрады мына жерлер. Енді мына жерде шірткен сол. Манағы су жайлап мына жаққа кірген арасынан. Шіргеннен кейін ол темір ғой, мыс емес. Мыс болса кішкене шыдайды. Бұл темір шыдамайды, шіріп кетеді. Сол шіргеннен кейін енді френ шығып кетті ғой. Френ шыққаннан кейін компрессор, мына инверторный компрессорлер, моторлар. Олар деген френсіз жасаса күйіп кетеді. Әлсіздеу да. Сол үшін қазір енді міне Аллахтың қалауымен таптық маны. Көріп отырсыз ғой. Маған осы ең маңыздысы утечкасын табу. Системасында утечка болса, ол френ тұрмайды, мына жерден шығып кете береді. Енді таптық, енді Алла қаласа жаңа моторымызды бәрін қайтадан істейміз, саламыз, мотор бәрін френ құямыз. Осы проблема создавать еткен сізге. Мынаны енді алып тастаймыз, кесіп ар жағынан да. Мына жаққа бармайтын қылып да. Болды, бұны аша алмаймыз уже. Бұны заводской бәрін аша алмаймыз, кесіп та болгаркамен. Бұны жалғап не істемейміз. Осылай қалады. Ар жағынан прямой жалға жібереміз, мына жаққа келмейтіндей қылып. Алла қаласа. Сол осындай. Мотор бәрі келді апа. Алып келдік. Келді қасында. Мен просто утечкасын қарау үшін бірінші істедім ғой. Утечкасын қарап, жаңағындай ғой, ең бірінші утечкасын таппасаң, ол мотор салғандан резон жоқ та, пайда жоқ. Сол үшін қазір Алла қаласа моторын бәрін әкелеміз, тазалап қойдым міне. Моторын шешіп тастадым, бәрін тазалап, салып, Алла қаласа салатын боламыз. Бүгін болмайды екен ғой, Жоқ, Алла қаласа бүгін болады. Алла қаласа, иә. Мына мысықтармен төбелесіп. Мысыққа дейсің да? Иә, енді мысықтың да несібесі ғой апа. Иә. Көрдіңіз ба? Асып тек не қалады. Мысықтың несібесі ол. Толып жүр ғой есіктің алдында, үш-төрт. Иә, қой, мына шалдың мысығы. Қалада өкпе келіп беріп жатырмыз енді. Ет жеме өкпе же деп па, хотя арзандау шығады деп. Онда пісіріп, дәмін келтіріп беріп жатыр. Сосын аяққа апарып мынау неден тапсанан мен неғып жүр қойдым. Аяқ кішкене бекіп қойдым, анидың терезесіне. В общем, холодильник бұзылса тез хабарласыңдар. Иә.